Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді донер жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етті қуырып алатын боламыз. Менде тауықтың төс еті, негізі фарш та болады, сиырдың, қойдың да еттері жарай береді. Етімізді жақсылап қуырып, пісіріп алатын боламыз. Осылай үстіне дәміне қарай қара бұрыш және тұзымызды қосып жақсылап араластырамыз. Етіміз дайын болды, 5-7 минут аралығында пісті. Осындай лаваштың үстіне кетчуп майонезі жағып шығамыз. Майонез менде өзім жасаған майонез, оны артқы видеолардан көре аласыздар. Мен мұнда көкөністердің барлығын ұзын соломка ретінде турап алған болатынмын. Сәбізді үкіштен өткізіп, үстіне азғантай қызыл бұрыш және тұз септім. Осылайынша барлығын бірінің үстіне бірін қойып, салып шығатын боламыз. Арасына міндетті түрде кетчуп майонезді себуді ұмытпаңыздар. Енді картофель фриімізді қосамыз. Қалай дайындау керектігін менің каналымда бар, сол жерден көре аласыздар. Енді тура видеодағыдай орап шығатын боламыз. Енді қызып тұрған табаға жаңағы донерімізді қойып, екі жағын қызартып аламыз. Сіздерде грильница болса, соғанда қойып ысытып алсаңыздар болады. Осымен біздің донеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.